Сәлем достар, бүгін сіздермен сырники дайындайтын боламыз. Ең алдымен ең басты нәрсе бізде сүзбеге байланысты. Сүзбе яғни творог құрғақ болу керек, сулы болмауы қажет. Ең алдымен сүзбемізге 2 жұмыртқаны қосып аламыз. Кішірек болса 2 жұмыртқа, үлкенде болса 1 жұмыртқа жеткілікті. Одан кейін 2 ас қасық шекерімізді салып, 2 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап блендермен езіп аламыз. Себебі творог өзінің формасын ұстамай қалады. Сіздерде қолмен ұстағанда шашырамайтын сүзбе болса, соны пайдалана берсеңіздер болады, блендермен езбей-ақ. Менде осындай сұйықтық қоймалы жын дайын болды. Оны қызып тұрған сковородкаға сары майды жағып, себеп сары май салсаңыздар дәмдірек болады. Кәдімгі пісте майын пайдалансаңыздар да болады. Осылай бір қасықпен қасықтап құйып, 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Құйып болғаннан кейін 1-2 минуттай қақпағын жауып қойсаңыздар, ол көпсиді. Көпсігеннен кейін 2 жағын аударып пісіре бересіздер қызартып. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Жақсы жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Әсел.